Баяғы заманда бір ханның жалғыз баласы болыпты. Дәулеті сонша, бір өзенен 90 мың жылқы суарады екен. Жылқыларын қайда суарса да су шақ келмепті. Күндердің күнінде хан басқа бір құдықтың маңына қоныс аударады. Әлгі құдықтан қанша жыл малын суарса да суы таусылмай мөлдіреп шығады да тұрады. Қасиетті құдыққа хан келген сайын бір ту бие тастап кетіп отырады. Бірнеше жыл өткен соң хан қатты ауырып, өмірден озар алдында баласына былай деп өсиет айтады. Балам, сен құдыққа жыл сайын бір ту бие тастап кетіп жүр. Ұмытпа, өзі бір қасиеті бар құдық дейді. Әкесі қайтыс болған соң хан баласы уәзірдің баласымен ақылдасып, құдықтың не кереметі бар екен деп ойлайды. Хан баласы уәзірдің баласына былай дейді: бұл құдыққа жылына бір ту бие тастап кетеміз. Су неге бұзылмайды? Сен не де болса осы құдыққа түс. Мүмкін соның сырын аша алармыз дейді. Сөйтіп уәзірдің баласын шыңырау құдыққа түсіреді. Бала құдықтың түбінен бір тас көреді. Тасты аударып қараса, ар жағы жап-жарық кең отау екен. Ішіне кірсе, үлде мен бүлдеге малынған 40 сұлу қыз отыр. Олардың ортасында бір қыз мамық төсектің үстінде ұйықтап жатыр екен. Бала 40 қыздан мұның мәнісін сұрайды. Сонда қыздар былай дейді: бұл қыз пері патшасының қызы. Егер кім-кім оны оятарлықтай 3 әңгіме айтып берсе, қыз соған жар болады дейді. Уәзірдің баласы қызды оятпақшы болып, не бір қызық әңгіме айтса да, қыз оянбайды. Содан соң бала құдықтан шығып, болған уақиғаны ханның баласына баяндап береді. Енді құдыққа ханның баласы түседі. Баяғы отауға келіп, қыздың қасына отырады да, бірінші әңгімесін баяндай бастайды. Баяғы заманда бір байдың 3 баласы болыпты. Бай бір күні ең үлкен баласын шақырып алып, бір түйе жүк беріп, жұмыс тапсырады. Осыны базарға апарып пұл қылда, қалаған нәрсеңді сатып ал дейді. Бала әкесі берген жүкті базарға апарып сатады да, жердің жүзін түгел көз алдыңа әкеп көрсететін бір айна алады. Екінші күні ортаншы баласында соншама дүниемен базарға жібереді. Ол үстіне отырсаң болғаны, қалағаны жеріңе көзді ашып жұмғанша ұшып баратын кілем сатып алады. Бай кенже баласын жібереді. Ол базардан бір таяқ сатып алады. Сөйтсе, ол таяқ өлген адамды қолма-қол тірілтетін сиқырлы таяқ екен. Бірде үшеуі жиналып айнаға қараса, бір жерде ханның қайтыс болған сұлу қызын қабірге қойғалы жатыр екен. 3 жігіт дереу кілемге отырып, лезде ұшып барып, қызды сиқырлы таяқтың көмегімен тірілтіп алады. Енді үшеуі қызға таласады. Айнасы бар жігіт: егер менің айнам болмаса, өлген қызды қалай көрер едіңдер дейді. Ал кілемі бар жігіт: егер менің кілемім болмаса, оған қалай жылдам жетер едіңдер дейді. Сонда үшінші жігіт: егер менің таяғым болмаса, келгеннен, көргеннен не бітірер, қалай тірілтер едіңдер дейді. Қыз сол үшеуінің қайсысын алайық деп ойлайсыңдар деп, хан баласы қасындағы қыздардан сұрайды. 40 қыз жауабын таба алмай, жігітке өзіңіз шешіңіз дейді. Сонда жігіт: мен айнасы бар жігітке тиесілі деп ойлаймын дей бергенде, ұйықтап жатқан қыз орнынан ұшып тұрып: жоқ, қыз таяқты жігітке тиесілі, себебі таяқ тірілтпесе, өлген қыз кімге керек еді дейді. Сөйтіп қыз бір оянып, қайта жатып ұйықтап кетеді. Осыдан кейін хан баласы екінші әңгімесін бастайды. Бір жігіт бір арқа шөп арқалап келе жатып, жолдан бір ешкіге кездеседі. Жігіт ешкіні ертіп алып келе жатса, бір қасқыр оларға: мен сендерге жолдас болам деп бірге еріп жүреді. Олар біраз жүрген соң бір дарияға келіп жетеді. Дариядан өтейін десе, қайыққа екеуден артық сыймайды екен. Жігіт не істерін білмей қиналады. Ең алдымен шөпті алып шығайын десе, қасқыр ешкіні жеп қояды. Қасқырды алып өтейін десе, ешкі шөпті жеп қояды. Ал әуелі ешкіні өткізіп,
қасына қасқырды апарып шөпке кетсе, қасқыр ешкіні жеп қояды. Ешкінің жанына шөпті апарып қойып, сонан соң қасқырға кетсе, ешкі шөпті жеп қояды. Хан баласы қыздардан сұрайды: шөпті, қасқыр мен ешкіні дариядан қалай қайтып өткізер едіңдер дейді. Қыздар бірі былай десе, бірі олай деп шатасып, ештеңе айта алмайды. Сол кезде ұйықтап жатқан қыз тұрып: мен ең алдымен ешкіні алып шығар едім. Содан кейін шөпті дариядан өткізіп, ешкіні қайыққа салып алып, оны осы жағада қалдырып, қасқырды алып кетер едім. Ең соңында дариядан ешкіні өткізер едім деп қайта жатып қалады. Енді жігіт үшінші әңгімесін баяндайды. Баяғы заманда кемпір мен шалдың бір баласы болыпты. Бірде үшеуі келе жатқанда, бала жолдан ат басындай алтын тауып алады. Бала оны көтере алмаған соң, әкесі көтеріп әкеледі де кемпіріне сақтауға береді. Көп жылдар өтіп, бала ер жетеді, ал әке шешесі болса қартаяды. Бір күні үшеуі алтынға таласады. Сонда бала: егер мен таппасам, алтынды қайдан алар едіңдер дейді. Әкесі айтады: егер мен көтеріп әкелмесем, қайтып әкелер едіңдер дейді. Сонда шешесі: егер мен сақтамасам, бұл алтын осы күнге дейін тұрар ме еді деп сөзге араласады. Алтынды үшеуінің қайсысына бұйыртар едіңдер деп хан баласы қыздардан сұрайды. 40 қыз тағы да ештеңе айта алмайды. Сонда ұйықтап жатқан қыз: мен алтынды сақтаған шешесіне бұйыртар едім. Себебі бала жас, өз бетімен күнін көреді. Әкесі де қайратты, өз күнін өзі көре алады. Ал шешесі болса, өзі кәрі, әрі қайраты жоқ, күнін көре алмайды деп қыз үшінші рет ояныпты. Сөйтіп, қыз берген уәдесі бойынша екеуі қосылып, бар мұратына жетіп, бақытты ғұмыр кешкен екен.